Ауқымды жарыстың ашылу салтанатына министрліктер мен ведомстволардың өкілдері, қарулы күштердің ардагерлері қатысты. Жарысқа қатысушыларды еліміздің қорғаныс министрі генерал-полковник Руслан Жақсылықов құттықтап, жарысқа сәттілік тіледі. Құрметті достар, қадірлі жарысқа қатысушылар, бүгін Астанада жекпе-жектен өтіп жатқан жарысқа қош келдіңіздер. Байрақты сайысқа әлемнің 15 елінен 200-ден аса спортшы қатысып жатыр. Өз атымнан және қорғаныс министрлігі жеке құрамы атынан баршаңызға сәттілік тілеймін. Тартысты сайыстың биыл ауқымы кеңейген. Оған Өзбекстан, Ресей, Моңғолия, Беларусь елдерінен бөлек Испания, Швейцария, Марокко, Үндістан, Румыния, Тунис сынды елдердің өкілдері де қатысуда. Жарысқа қатысушылар әлем, Еуропа, Азия чемпиондары, әлем кубогының егерлері және халықаралық дәрежедегі спорт шеберлері. Қоян қолтық ұрыс спорт түрі, ол қолданбалық спортқа, әскери қолданбалық спортқа жатады. Себебі міне биыл ерекше жасап жатырмыз. Оның ішінде 3 бөлімге жатады жарыс. Ол бірінші самооборона, екінші 1+1 дейді, үшінші міне болатын финал бойлар болады. Қоян қолтық ұрыстан алғашқылардың бірі болып шаршы алаңға 70 келі салмақ дәрежесінде капитан Бағашар Қораласов шықты. Моңғолия елінен келген қарсыласын айқын басымдықпен жеңіп, келесі кезеңге жолдама алды. Ең қиыны сол бірінші бойға кішкене ашылу керек, кету керек. Көрдік, соперник прям мықты деп айтамын. Екінші айналымда Беларусь қоян қолтық ұрысшысы сонымен шығам. Дәстүрлі өтетін сайысқа биыл өзгешеліктер енгізілген. Атап айтқанда, осы жолы спортшылар жекпе-жектен бөлек өзін-өзі қорғау пәндерінде өнер көрсетуі тиіс. Яғни шаршы алаңға шыққан спортшы 5 тапсырманы орындауы шарт. Атап айтқанда, суық қарумен, тапаншамен шабуыл жасаған қарсыласты жеңу және оны ұстау сынды іс-қимылдарды көрсетуі шарт. Динамично развиваемся. Уже на сегодняшний день у нас 50 стран входят в Международную федерацию рукопашного боя. Не все они приехали сюда, смогли приехать в Казахстан, но развитие очень активное. У нас и Европа, и Азиатская федерация создана. Сейчас создается из Европейского комитета, сейчас у нас уже формируется Европейская федерация, сейчас на стадии оформления документов. Азиатская федерация уже создана. Очень активно развивается африканский континент у нас. Қатысушылардың арасында курсанттар бар. Мәселен, Моңғолия елінен келген Арман Ухан Моңғолия әскери академиясының 3-ші курс курсанты. Аталған спорт түрімен 3 жылдан бері айналысып келеді. Моңғолиядан бізден 25 спортсмен келді. Содан дайындап әкеліп өзімді қатысып осылай. Қарсыластар негізі жақсы. Алдыңғыда болған әлем чемпионаттарын ойлағанда қарсыластар өте жақсарған. Жақсарған, дайындықтар жақсы екен. Көрдік, бізде де спортсмендер жақсы дайындап келгенбіз. Бізде де оңай емес, бізде отырмыз. Әскери қолданбалы спорт түрінің бірі саналатын өзін-өзі қорғау сайысына қыздар жағы да көптеп қатысқан. Өте қызық спорт түрі. Мықтылық керек, жігер керек, және адамда логика мықты болу керек бұл жерде. Қазір қаншама мемлекеттерден басылап келіп жатыр. Барлығы да мықты, ешқайсысын сынаудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Мықты емес деп. Барлығы өз дәрежесінде мықты командалар. Турнирдің алғашқы күнінде шаршы алаңға шыққан қатысушылардың спорттық шеберліктері мен жеңіске деген жігерлері байқалып тұр. Бір-біріне дес бермей өздерінің мықтылықтарын көрсетті. Барлық өздерінің құрылымдары арасында бірнеше іріктеу кезеңдерін артқа тастап келгендер. Алдағы уақытта турнирдің жеңімпаздары мен жүлдегерлері жеке және командалық есепте анықталатын болады. Оған кім ие болатынын ақтық сында білетін боламыз. Дина Төлебекова, Жандар Канапиянов, Таңат Қанаманов, Астана қаласы.